Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстандағы табиғатты пайдалану және дамуы. Қазақстанның табиғат ұғымды пайдаланудың тарихы, заңдары мен технологиялар, ұлттық қауіпсіздік пен тұрақты дамудың негізі. Бұл презентацияда, яғни бүгінгі сабақта біз осы мәселелерді және болашаққа арналған іс-қимылдарды көрсететін боламыз, иә? Табиғатты пайдалану үлгілері мен түрлеріне келетін болсақ, ресурстарды жоспарлы пайдалану, жерді, суды және орманды қайта қалпына келтіруді ескере отырып басқару. Қайта өңдеу, қалдықтарды бөлек жинау және қайта өңдеу арқылы шикізат қажеттілігін төмендету. Қоршаған ортаны қорғау, қорықтар мен мемлекеттік бағдарламалар және мониторинг жүйелері арқылы биоалуантүрлілікті сақтау болып саналады. Табиғи байлықтар мен экологиялық мәселелерге келетін болсақ, елдің байлығы минералдар, көмір, мұнай, уран, шөлейт және далалық су қорлары мен орман жамылғысы шектеулі. Қараңғы жақтары тау кен өнеркәсібінің ластануы, су ресурстарының тартымдылығы және жануарлардың қысқаруы болып саналады. Яғни, минералдық ресурстарды қарқынды игерілуі, су тапшылығы мен арналардың ластануы, яғни экологиялық мәселелерге келетін болсақ. Енді біз заңнамалық база экология кодексінде бақылау және мониторинг жүргізу, жазалау шаралары, қоғамдық қатысу. Сонымен қатар табиғатты қорғау шаралары мен мемлекеттік органдар экология, геологиялық табиғи ресурстарды қалай қорғау қажет? Яғни біз үстірт мемлекетінің табиғи қорғау, өлке экожүйесін сақтауға бағытталған ерекше қорықтардың бірі. Қорық қызметі биотүрлері, яғни қорғау мен зерттеу жұмыстары. Қоршаған ортаны қорғаудағы қоғамдыққа қатысу, бұл қоғамдық ұйымдар, яғни волонтерлік ұйымдар, мысалы өз еркімен жұмыс жасау, яғни қозғалыстар және жастар жобалары экологиялық білім мен нақты өсімдікті қалпына келтіру іс-шараларын жүргізеді. Қызыл кітап сирек кездесетін түрлерді қорғаудың маңызды құралы. Халықаралық және жергілікті жобалар, білім беру және азаматтық бастамалар жабайы түрлерді қорғау қызыл кітапқа енгізілген. Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану технологияларда көп қызмет атқарады. Бұл жерде суды үнемдеу, қайта өңдеу, таза технологиялар, жаңартылатын энергия көздерін пайдалану қажет. Сонымен қатар қорытындылай келе табиғатты сақтау болашаққа жауапкершілік. Яғни Қазақстан табиғатын ұтымды пайдалану, заңдар, технологиялар және қоғамның бірлескен әрекеті арқылы ғана қорғап отырамыз. Бүгінгі сабақта табиғатты сақтау, яғни болашаққа жауапкершілік бойынша жоспарды алға алып талдайтын боламыз.